сонда 90 км/сағаттан 60 км/сағатты азайтайық, сонда 30 км/сағат болады. Енді осы 30-ды 2 сағатқа көбейтсек 60 км болады. Бізде бастапқы екі қаланың ара қашықтығы 400 км еді. 400-ден 60-ты азайтсақ 340 км болады. Демек екеуі бір бағытта. Келесі 102-ші есеп. Қысқы демалыс кезінде оқушылар Көкшетаудан Астанаға баруды жоспарлады. Жолда Бурабай курортына соқпақшы болды. Көкшетаудан Бурабай курортына дейін автобуспен және электр пойызбен, Бурабай курортынан Астанаға дейін пойызбен және электропойызбен баруға болады. Саяхатқа бару үшін оқушылар қандай маршрутты таңдауы мүмкін? Егер Көкшетаудан алдымен Бурабайға, одан кейін Астанаға бару керек болса, демек электропойызды таңдаған тиімді. Себебі Көкшетаудан Бурабайға дейін, Бурабайдан Астанаға дейін де дәл осы маршрут түрімен жетуге болады, ал автобуспен немесе пойыздың өзімен бірден Көкшетаудан Астанаға қарай жету мүмкін емес. Сондықтан электропойызды таңдауы мүмкін. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.